Ауыл ел бесігі жобасының аясында 2020-2025 жылдар аралығында жалпы 6 миллиард 161 миллион 456 мың теңгеге 78 жоба іске асты. Атап айтқанда білім саласында 1 жобаға 254 миллион, спорт саласында 3 жобаға 1 миллиард 552 миллион, мәдениет саласында 2 жобаға 410 миллион, электрлендіру бойынша 10 жобаға 1 миллиард 54 миллион, газдандыру бойынша 3 жобаға 190 миллион, жолдарды орташа жөндеу бойынша 59 жобаның 140 шақырым 2 миллиард 700 миллион теңге қарастырылды. Білім саласы Зертас елді мекеніндегі құны 254 миллион теңге болатын Мамытов орта мектебі күрделі жөндеуден өтті. Спорт саласы 1 мамыр елді мекеніндегі құны 567 миллион теңгелік Үмбеталиев көшесіндегі нөмірі 6-шы Ажабақ шағын футбол кешенінің және футбол алаңының құрылысы аяқталып, ел игілігіне пайдалануға берілді. Көксәйек елді мекеніндегі құны 871 миллион теңгелік спорт кешенінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Момынай елді мекеніндегі құны 540 миллион теңгелік спорт кешенінің құрылысына 2026 жылға құрылыс жұмыстарын аяқтауға 378 миллион теңге қарастырылды. Мәдениет саласы Момынай елді мекенінен құны 310 миллион теңгелік мәдениет үйінің құрылысы жүргізіліп, нысан пайдалануға берілді. Келтас елді мекеніндегі құны 317 миллион теңгелік мәдениет үйінің құрылысына аталған жоба аясында 2023 жылы 88 миллион теңге, 2024 жылы 31 миллион теңге қарастырылды. Сондай-ақ тиісті жобаны аяқтауға облыстық бюджеттен 2025 жылы 97 миллион теңге және 2026 жылы құрылыс жұмыстарын аяқтауға 100 миллион теңге қарастырылды. Электрлендіру саласы бойынша электр желісін жүргізу және трансформатор ауыстыру жұмыстарын жүргізу үшін 2021-2024 жылдар аралығында құны 1 миллиард 54 миллион теңгелік 10 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Атап айтқанда, Достық елді мекенінің Жылқыбаев көшесіне құны 36 миллион теңге, Екпінді елді мекенінің Назарбеков және Біркөлік елді мекенінің Қазақстан көшелеріне құны 110 миллион теңге. 1 мамыр елді мекені Әуезов көшесіне құны 68 миллион, Ағайдар елді мекені Мерей көшелеріне құны 44 миллион, Кеңесарық елді мекені Өмірзақұлы көшесінің құны 80 миллион, Тасарық елді мекені Әуезов және Тоғысбаев көшелеріне құны 128 миллион, Ханарық елді мекені Наваи, Мәуелі, Рахимов көшелеріне құны 248 миллион, Жоғарғы Қасқасу елді мекені Сарыбұлақ көшесіне құны 69 миллион, Керегетас елді мекені Майдантал көшесінің құны 79 миллион, Сұлтанрабат елді мекені Қарауылтөбе, Ескі Қорған және Жалын көшелеріне құны 199 миллион теңге болатын электр желісін жүргізу және трансформатор орнатуға тиісті қаржылары толығымен қаралып, нысан пайдалануға берілді. Газдандыру. Елді мекендерді газдандыру бойынша құны 606 миллион теңгелік 3 жобаның құрылыс жұмыстарына аталған жоба аясында 190 миллион теңге қарастырылып, толық игеріліп, нысандар пайдалануға берілді. Атап айтқанда, Дихангөл, Ұзынарық, Алшалы елді мекендерін газдандыру үшін құны 552 миллион теңгелік жобаға 135 миллион теңге қарастырылып, толық игеріліп, нысан пайдалануға берілді. Көксәйек елді мекені Жастар, Төлеби және Жіңішке елді мекені Тұрсынбай көшесін газдандыру үшін құны 19 миллион теңгелік жоба іске асып, пайдалануға берілді. Жолдарды орташа жөндеу бойынша 2020-2025 жылдар аралығында 2 миллиард 700 миллион теңгеге 140 шақырымды құрайтын 59 жобаның орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мысалы, 2020 жыл жолдарды орташа жөндеу бойынша Көксәйек елді мекеніндегі Төлеби, Қонаев, Әл-Фараби, Мұратбаев, Рысқұлов, Бадалов, Қожамсүгіров, Досалыби, Абылайхан, Зертас елді мекеніндегі Жамбыл, Құрманғазы, Мамытов, Нұрмахамбетов көшелерінің орташа жөндеу жұмыстарына 413 миллион теңгелік 24 шақырымды құрайтын 13 нысанның орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлығы дерлік орташа жөндеуден өтті. 2021 жыл жолдарды орташа жөндеу бойынша 1 мамыр елді мекеніндегі Жангелді, Шұқыла, Бұлық, Балауса, Мұқанов, Мерей, Амангелді, Комплекс, Ерубаев, Абай, Сүгір, нөмір 2 көше, Әуезов көшелерінің Абай елді мекеніндегі Қаратас, Қошқарата, Мектеп және Тәуелсіздік көшелерінің Момынай елді мекеніндегі Ақташ және Ақбан Батыр көшелерінің Қасқасу елді мекеніндегі Көктөбе, Қайнар елді мекеніндегі Қонаев, Нысанбек елді мекеніндегі Таусамалы, Қаратөбе елді мекеніндегі Абдулла, Біркөлік елді мекеніндегі Қазақстан, Екпінді елді мекеніндегі Тәжібаев, Теректі, Сұлтанрабат елді мекеніндегі Ықылас көшелеріне
құны 595 миллион теңгелік 42-де 2 шақырымды құрайтын 28 нысанның орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлығы да жөндеу жұмыстарынан өтті. 2023 жыл жолдарды орташа жөндеу бойынша Дихангөл, Зағамбар, Ағайдар, Аққұм, Зертас, Көксәйек елді мекендері көшелеріне құны 836 миллион теңгелік 9 нысанның 39-да 3 шақырым жолы орташа жөндеуден өтті. 2024 жыл жолдарды орташа жөндеу бойынша жаңа ұйым 1 мамыр, Ханарық, Балдыберек елді мекендері көшелеріне құны 429 миллион теңгелік 17-де 5 шақырымды құрайтын 4 нысанның орташа жөндеу жұмыстарына 2024 жылға 316-да 4 миллион теңге қаржы қарастырылып, толық игерілді. 2025 жыл жолдарды орташа жөндеу бойынша Балдыберек, Келітас, Тағайына, Біркөлік елді мекендері көшелеріне құны 550 миллион теңгелік 16-да 8 шақырымды құрайтын 4 нысанның орташа жөндеу жұмыстарына 2025 жылға 484 миллион теңге қаржы қарастырылды. Барлығы дерлік орташа жөндеу жұмыстарынан өтті.